Сәлем достар. Сіздермен қысқаша жон, бүгін мен сіздерге 2016 жылы шыққан «Чудеса с небес» атты киноны айтып беретін боламын. Кино шағын ауылдағы үйлерін кепілдікке қойып, үй жануарларын емдейтін емхана ашуға ақша салып жүрген отбасыда басталады. Олардың басты ұстанымы Құдайға сенімінде еді. Бұлар ай сайын шіркеудегі адамдарды үстел жайып, қонаққа шақыратын өте бақытты отбасы болатын. Олардың бақыты, Анна есімді қызының асқазаны ауырып, құсып бастаған кезде жоғалып кетеді. Кристи мен Кевин қызын ойлап түні бойы ұйықтамай, уайымдап шығады. Кристи қызын қаладағы 3 түрлі дәрігерге апарады. Олардан қызының жағдайы қиын екенін естиді, бірақ диагнозын анық айта алмайды. Кристи қызын басқа қалаға апарып тексертеді. Дәрігер қызының асқазаны бұзылғанын, тек қатаң диета сақтаса жазылатынын айтады. Бірақ уақыт өте, оның ауруы жазылудың орнына асқынып кетеді. Асқынғаны соншалық, бір күні Анна ішінің ауырғанынан қатты айқайлап жылайды. Олар Аннаны ауруханаға апарады, бірақ дәрігер тексеріп сол баяғы диагнозын айтады. Бірақ Кристи дәрігерден тағы бірнеше тексеру жүргізуін, болмаса басқа мықты дәрігер шақырып тексертуін сұрайды. Ол дәрігерді ашуландырғанымен дәрігерде тексеруден басқа жолы жоқ еді. Дәрігер қызға үлкен тексеру тағайындайды. Тексеру аяқталғаннан кейін, сол бөлімнің төрағасы келіп, қызының асқазаны істемей жатқанын, тез арада ота жасалмаса өліп кетуі мүмкін екенін айтады. Аннаға ота жасалады. Ота жасалу барысында дәрігер асқазанды қайта жұмыс істете алмайтынын түсінеді. Бұл ауру жазылмайтын болғандықтан, Кристиға Анна сияқты жазылмайтын ауруға шалдыққандарды қарайтын дәрігердің нөмірін береді. Отбасында барлық ереже өзгереді. Аннаның жағдайына байланысты бәрі оның көңіліне қарап жүреді. Аннаның іші күннен күнге шығып келе жатады. Кристи болса, дәрігер берген нөмірге хабарласып дәрігер қабылдауына жазылмақшы болады, бірақ өте үлкен сұранысқа ие дәрігер болғандықтан бос күні болмайды. Кристи өздерінде бар сенімнен айырылғандай болады. Себебі қызы өлім аузында тұр, Кристидің әрекеттері нәтижесіз болып жатыр. Шіркеудегілер Аннаның жазылып кетуін сұрап, күнде шіркеуге жиналады. Бір күні Кевин Аннаға күшік сыйлайды. Анна күшікпен ойнап, өзін бақытты сезінеді. Бірақ Кристи өзіне артық жұмыс тауып берген үшін көңілсіз еді. Кристи Кевинге енді шіркеуге барғысы келмейтінін айтып, бір-бірімен ұрсып қалады. Мұны көрген Аннаның үлкен әпкесі, Құдайдан сіңілісінің жазылып кетуін сұрайды. Кристи қол қусырып үйде отырғанша Аннаны алып Бостонға қыдырып барады. Ол жерде дәрігердің қабылдауына кіруге барады. Бірақ дәрігер алдын ала жазылумен ғана қабылдайтынын айтады. Кристи қызының жазылмайтын ауру екенін айтып, өтініп сұрайды. Бірақ қабылдауда отырған қызметші оның қолынан ештеңе келмейтінін айтады. Көңіл күйі түсіп кеткен Кристи қызын алып кафеге барады. Кафеде Анжела есімді даяршымен танысып қалады. Даяршы олардың Бостоннан емес екенін түсініп, оларға жұмыстан кейін қаланы аралатуды ұсынады. Кристи мен қызына ұсыныс ұсынып, олар бірге қаланы аралайды. Қызға бұл қыдыру ұнағаны соншалық, өзінің ауырып жатқан асқазанын ұмытып кетеді. Бір кезде оған дәрігер Нерктің қабылдау бөліміндегі қызметші хабарласып, келесі күні қабылдауға келуін айтады. Кристи қайта сенімге ие болып жатқандай сезінеді. Келесі күні Аннаны ауыр тексерулер күтіп тұрған еді, бірақ дәрігер Нерк балалармен жақсы тіл табысып, оларды күлдіртіп тексеретіндіктен балалар не үшін жүргенін ұмытып кететін еді. Бірақ Нерк мырза ата-аналарға тексеру нәтижесін айтатын кезде мүлдем көңіл күйі жоқ болатын. Себебі олардың балалары жазылмайтын ауруға шалдыққан еді. Кристиға да сол әңгімені айтады. Дәрігер аурудан жазалмайтынын, бірақ ауруды одан әрі асқындармай ұстап тұратын, өте күшті дәрілер бар екенін, сонымен қатар Кристи Аннаны 6 ай сайын әкеліп тексертіп тұруын айтады. Кристи Құдайға деген сенімін қайта жоғалтқандай болады. Ол шіркеуге мүлдем бармай қояды. Олардың отбасы ақшадан қиналғанымен, Кевин қызының 6 ай сайын барып тексеріліп тұруын қамтамасыз етеді. Кристиға шіркеу адамы шіркеуге қайтып келуге көндіруге тырысады, бірақ Кристи шіркеуге бармай қояды. Арадан бірнеше ай өткеннен кейін, олар дәрігер Нерктің қабылдауына барады. Дәрігер Нерк Аннаның ішінен жасыл сұйықтық бөлініп жатқандықтан бірнеше күнге дәрігердің қарауында қалатынын айтады. Анна өзімен бірге жататын, қатерлі ісікпен ауыратын қызбен дос болып алады. Анна қызға Құдайға қатты сену керек екенін және өлімнен қорықпау керектігін айтып, мойындағы алқаны шешіп береді.
Сол түні Аннаға ауырсынуды басатын дәрі әсер етпей, түні бойы айқайлап жылап шығады. Түнде Анна Кристиға бұл өмірден қатты шаршағанын, өліп, ауру деген атымен жоқ арғы дүниедегі жұмаққа түскісі келетінін айтады. Анасы қызын құшақтап тыныштандыруға тырысады. Келесі күні Кевин балаларын алып Бостонға тосын сый болып баруды ойластырады. Олар әуежайға келгенде, олардың несиесі төленбегендіктен ұша алмайтындарын естиді, бірақ Аннаның жағдайын естіген қызметші оларды жолдан қалдырмайды. Анна қатты ауырып, ешкіммен сөйлескісі келмей жатқанда бөлмеге әкесі және бауырлары кіріп келеді. Оларды көрген Анна қуанып, олармен ойнай бастайды. Қоштасар сәт келгенде, дәрігер Нер Кристиға қызын өздерінің қаласындағы психологқа көрсетуге кеңес береді, және Аннаға барынша көп уақыт бөлулерін айтады. Кристи дәрігер айтқандай үйлеріне бара салып, психологқа хабарласады. Анна бауырларымен ойнауға далаға шығады. Олар ағашқа шығып ойнай бастайды. Бір кезде ағаш сынып, Анна төменге түспекші болады. Оның аяғы тайып, ағаштың ішіндегі 10 метрлік тесікке түсіп кетеді. Ата-анасы ештеңе істей алмағандықтан төтенше жағдай қызметін шақырады, бірақ олар 3 сағат бойы ештеңе істей алмайды. Ағаштың ішінен ешқандай дауыс шықпағаннан кейін, олар қызды баспен құлап, өліп қалды деп ойлай бастайды. Бір кезде Кристи ағаштың түбіне барып, жылап Құдайдан қызын құтқаруын сұрайды. Тағы бірнеше сағаттық жұмыстан соң, олар қызды құтқарып алады. Қыз талып қалған, бірақ тірі екен. Олар қызды ауруханаға алып келеді. Қызды емдеп жатқан дәрігер, қыздың жағдайы жақсы екенін, 10 метрлік ағаштан құлағанға ұқсамайтынын, тек 1-2 жері көгергенін, аса ауыр жарақаты жоқ екенін айтады. Уақыт өте Кристи, Аннаның дәрі ішпей жүрсе де, өзін жақсы сезініп, далада күліп ойнап жүргенін және іші өз қалпына келгенін түсінеді. Бір күні Анна ата-анасына ағаштан құлаған кезде, түсінде не көргенін айтып береді. Ол өзінің жатқан денесін көргендігін және өзінің басқа әдемі, қауіпсіз бақта пайда болғанын, одан кейін бұлт арасында жүргенін, Анна сол жерде қалғысы келгенін, бірақ ол артқа қайту керек екенін түсініп, өзі жатқан жерге келгенін айтып береді. Олар бұл жағдайды ешкімге айтпай тұруын шешеді. Кристи қызын алып Бостонға, қызының ауруы жазылғанына толықтай көзі жету үшін алып келеді. Дәрігер Нер тексеру барысында Аннаның барлық жері жақсы жұмыс істеп жатқанына таң қалады. Ол ғылыми тұрғыдан іздене бастайды, себебі жазылмайтын ауру өзімен өзі жазылып кеткеніне сене алмай жүреді. Бірақ Аннаның ойнап жүргенін көріп, бір ғажайып болғанын түсінеді. Дәрігер олармен қоштасады, және олардың енді бұл жерге келмейтінін сезеді. Олар Анжеламен барлық жасаған жақсылықтар үшін рахметін айтып қоштасады. Аннамен болған жағдай жаңалыққа айналады. Кристи журналистердің алдында сөйлеу үшін шіркеуге барады. Кристи қызымен болған жағдайды, қызының қандай қиыншылықтарды көргенін және оның аурудан белгісіз бір ғажайып арқылы жазылып кеткенін айтып береді. Және осындай жағдайда кім қолдау білдіріп, жаныңда қалатынын көрсету үшін Құдай осындай сынақты береді екен деп сөзін аяқтайды. Бұл сөздерге біраз адам сене қоймады, себебі бұндай ғажайыпқа сену өте қиын. Бірақ олар Аннамен бірге жатқан, қатерлі ісікке шалдыққан қыздың әкесінің сөзінен кейін сене бастады. Қызының Аннамен дос болғаннан кейін, өмірі өзгергенін, дүниеден өтетін күннен бірнеше күн бұрын ол ештеңеден қорықпай, өзін қауіпсіз сезініп жүргенін айтып береді, және Анна мен оның анасына рахмет айту үшін Бостоннан келгенін айтады. Кристи да оған алыс жолдан келгені үшін алғысын айтады. Осы жерден кино бітеді.